мен дегенің ақ көңіл адамым ғой, ала бергім келеді, ала бергім. Өзіңіз 10 мың теңге алып, қалтаңызға техничный салып алып, мен де тұрмын мына жерде домбыра ұстап. Алла разы болсын. Мен бұны өзіме алмай қойын. Жағдай жоқ, 3 қызы бар, бір әйел бар, соған берейін, қатыным ғой. Сәкеннің супер деген бағасы бар. Тойымда ол жүргісі бағашылар. Ай, мына 10 мыңға көзіңіз тұрау бірақ. 3 баланың анасы тұрар үйде, 7 баланың анасы бар. Әніңізді маған қалай бұрдыңыз ба? Сабыржанға қалқымы бір шапалақ ұрдыңыз ба? Біреуден алған 10 мың теңгемді қайтарып бір 7 баланы әреке мен үшін тудыңыз ба? Берсей? Болды, осы албаған жау менгі. Осылай дейтініңді біліп келдім. Негізі ата көрген жігітсің ғой. Жетім өскен аға, жетім өскен. Жігітсің арда өскен тұнық белдің. Жаным, бұтақ жаным. Айналай. Маған да 10 мың беру оңай емес, 7 баламның аузынан жылып бердім. Ана братан жаным, айналайын. Сен осылай андасан да жарап тұрсайын. Арманға 10 мыңнан 2 салдың, неменеге 5 мыңнан тығып жатсың? Жықпа, братан. 5 мың теңге беріп, костюм жықпет жасын. Тараздан келіп отыр. Ортаға шықпай не қып отыр? Ареке сен жайлап жиып отыр. Біреуін өзіңе қалтаңа сал да, біреуін маған тығып отыр. Оны сіз маған беріңіз. Менде 5 мыңдық бар. Ареке мына бүкіл жинаған қалтамдағы ақшамды мен өзім алмаймын аға. Қанша жиналса да осының барлығы үйдегі жеңгеме бір сыйлық аласыз. Сосын аламын.